Ассалаумағалейкум құрметті оқырмандар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев зейнетақы жүйесіне жаңашылдық қажет екенін атап өтті. Бұл туралы ол бірінші қыркүйектегі халыққа жолдауында айтты. Ең төменгі базалық зейнетақы мөлшерлемесін ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-на, ал ең жоғарысын 120-ға дейін дәйекті түрде жеткізу қажет. Бұрын қабылданған шешімдермен бірге бұл 2025 жылға қарай жалпы зейнетақыны орта есеппен 27%-ға арттыруға мүмкіндік береді, деді президент. Тоқаев сондай-ақ әйелдердің зейнетке шығу жасын 2028 жылға дейін 61 жас болып бекітілетінін айтты. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының тиімді инвестициялық стратегиясын әзірлеу қажет, деп қосты мемлекет басшысы.